Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы білім бөліміне қарасты нөмірі 2 мектебінде тәуелсіздіктің 30 жылдығы мен ұстаз мәртебесін көтеру мақсатында мекеменің алғашқы директоры Сисен Боқбайұлына арналған кезекті кабинет ашылды. Мектептің алғашқы іргетасын қалап, талай жетістіктерге жетуге қосқан үлесі ұшан теңіз. Бұл күндері аталмыш мектептің республикалық деңгейде өзіндік ояр орны бар. Мұнайлы ауданы Қызылтөбе ауылы нөмірі 2 орта мектебімізде 1984 жылы алғашқы директоры ұламетін қалап қазығын қаққан Боқбайұлы Сисен ағайымызға сол кісінің құрметіне кабинет ашып жатырық. Ол кісінің жасы қазіргі таңда 92-де. Кабинеттің ашылу салтанатына аудан білім бөлімінің басшысы Батырбек Демократұлы, аудан педагогтері мен ауыл тұрғындары қатысты. Шара соңында атамызды ұлықтау мақсатында шапан жауып, тәуелсіздіктің 30 жылдығы төс белгісімен марапаттады. Кабинет ашу деген сөз менің жұмыс өмірімдегі жасалған жұмыстарға талдау жасап, соның қажеттілерін осы күнгі білім беру саласында пайдалану үшін біздің бір орталығымыз болады деп есептеп отыр. Демек, бұл мен үшін менің ұстаздық қызметімді бағалаудың белгісі деп түсінемін. Талғат Хамитұлы, арнайы абыройлы жаңалықтары.